Assalamu alaikum. Ashabu Suffa kanalına hoş geldiniz. Biz бүгінгі видеода истихара деген не? Истихара намазы қалай оқылады? Дұғасын намаз оқымай-ақ оқуға болады ма? Сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, пікіріңізді, сұрақтарыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Истихара сөзі жақсылық іздеу, бір істің ең қолайлысын таңдау деген ұғымды білдіреді. Мұсылман адам мүбах саналған екі істің қайсысын істеуді білмеген кезде, оның абзалын әрі ұтымдысын таңдау үшін 2 ракағат истихара намазын оқиды. Истихара намазында қалаған сүрені оқуға болады. Алайда бірінші ракатта Кафирун сүресін, екінші ракатта Ихлас сүресін оқу мұстахаб. Намаздан кейін истихара дұғасын оқиды. Содан соң көңілі қанағат еткеніне қарай әрекет етеді. Алла разылығы үшін истихара намазын оқуға ниет еттім. Аллаху акбар. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ва табарака исмук, ва та'ала джаддук, ва ла илаха гайрук. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى 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 التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Қазақша мағынасы: уа Алла, шынымен мен сенен жақсылықты, күш-қуатты және кеңшілігіңді сұраймын. Өйткені менің шамам жетпейтін нәрсеге сен құдіреттісің. Мен білмейтін нәрсені сен білушісің. Сен ғайыпты өте жақсы білесің. Уа Алла, егер осы бастағалы тұрған ісімді дінім, тіршілігім және ақыретім үшін хайырлы деп білсең, онда оны маған нәсіп қыл. Аса қиындатпа, соңын берекелі ет. Ал егер осы ісімді дінім, тіршілігім және ақыретім үшін жаман деп білсең, онда мені ол істі менен аулақ ет. Қай жерде болсам да мен үшін жақсылығыңды жақын ет. Уа жаратқан ием, расында барлық нәрсеге сенің құдіретің жетеді. Дұғаның арабшасы: Аллахумма инни астахирука би'илмика ва астақдирука биқудратика ва ас'алука мин фадликал азим فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه فقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Осы дұғаны оқып, Алла тағаладан қажетін сұрайды. Сосын бастағалы тұрған ісіне көңілі тартса, жақсы үмітпен бастайды. Ал көңілі тартпаса, ол істі істеу-істемеу өз еркінде болады. Бұл жайында нақты белгілі болатын бір түс көруде мүмкінделген. Намаз оқуға жағдай келмесе, яғни үзірлі әйелдер истихара дұғасын жасаса да болады. Егер қайсы істі істейтіні туралы нақты шешім таппаса, онда истихара намазын қайта оқиды. Сөйтіп намазды 7 ретке дейін оқуға болады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Анас есімді сахабаға қарай: "Уа Анас, бір істі бастайтын болсаң, сол іс жайында Алла тағаладан 7 ретке дейін истихара ет. Сосын оның нәтижесіне қара. Көңілің нені қаласа, соны таңда. Сен үшін сол нәрсе тиімді" деген. Ғалым Ибн Хаджар әл-Асқалани былай деген: жүрекке келіп кететін нәрселердің 3 тәртібі болады. Біріншісі, осыны жасасам ба, жасамасам ба деп қатты ойланып кетеді. Екінші, осыдан бір апат бәле келіп қалам екен деген ойға батады. Үшінші, осы екеуінің қайсысын атқарсам маған береке келеді, мынаусынан жамандық келіп қалам екен деп уайымға түседі. Міне осы 3 жағдайда истихара оқылады. Және бұл 3 ойдың ешқайсысына күнә жоқ. Истихара қандай уақытта оқылады? Истихара оқуға бекітілген арнайы уақыт жоқ. Тыйым салынған уақыттардан, яғни таң намазынан күн көтерілгенше, екінті және ақшам намазының аралығынан басқа барлық уақытта оқуға болады. Алладан дұға сұрайтын болғандықтан, түннің 3-ші бөлігіне қалдырғанымыз жөн.
Өйткені Алла тағала бұл уақытты ерекше атап, береке жаудырған, тілектерді қайтармайтындығына уәде берген. Түнде үтір намаздарыңды соңғы намаз етіңдер деген хадиске сүйенсек, истихараның үтір уәжіптен бұрын оқылғаны жөн. Истихараның нәтижесін қалай білеміз? Адам истихара қылғаннан кейін Алланың оның жүрегін бір іске байлап қойса, адамның көңілі, жүрегі қалап тұрады. Сонда береке бар. Ол істің ең үлкен сипаты жеңілдікпен көмкерілген болады. Адамның жүрегі тыныштық табады. Ғалымдар, егер адам истихарадан бұрын осыны жасасам маған жақсы болады деп шешім қабылдап қойған болса, истихарадан кейін де соны жасай бергені дұрыс деген. Тағы бір ескеретін мәселе, истихарадан кейін атқарылған амалдар әрдайым қуанышқа, бақытқа кенелте бермейді. Мәселен, жігітте қызда ықыласпен истихара оқып, отбасын құрып, кейіннен ұрыс-керістер көбейіп кетті делік. Егер екеуі де ықыласты болған болса, мұнда да біз білмейтін үлкен бір хайырдың болуы мүмкін. Алла жақсырақ білуші. Сендер бір нәрсені ұнатпағанмен, ол сендер үшін хайырлы болуы мүмкін. Ал сендер бір нәрсені жақсы көргенмен, ол сендер үшін жамандық болуы мүмкін. Алла біледі, сендер білмейсіңдер деген Бақара сүресінің 216 аятында.